түсінген болатынсыңдар. Ал бүгінгі сабағымыз достар туралы екен. Оқушылар, бүгінгі сабақта сендер достықтың адал қасиеттері жайлы білесіңдер. Және адам өміріндегі достықтың маңызын түсінесіңдер. Досы көпті жау алмайды, ақылы көпті дау алмайды демекші, қазақ халқы қашанда достықты аса құрметтеген. Достар арасындағы сенімділік, шыншылдық, жомарттық қасиеттерді ерекше бағалаған. Таныс пен достың қандай айырмашылығы бар? Ендеше жеке-жеке тоқталып кетейік. Таныс дегеніміз кім? Яғни таныс дегеніміз бір жерде көрген, немесе бір жағдайда бірге болған адамым. Сен кейде ол адам туралы ештеңе білмеуің де мүмкін. Бірақ таныстар арасында да араласа келе қатынастар достыққа айналып жатады. Достық дегеніміз не? Дос деген сен білетін, сен жақсы көретін, тілектес, ниеттес, жаныңа жақын адам. Жалпы достық адамдардың бір-біріне адал, қалтқысыз сеніп, бір мүдделі, ортақ көзқараста болатын қасиеті. Ал балалар, досымен келіспей қалған жағдайда не істеу керек? Яғни достармен келіспей ренжісіп қалатын да кездер болады. Дос болғанымен әр адамның өз ерекшелігі болады. Әр адам әртүрлі нәрсемен айналысқысы келеді. Достар барлық жағдайда бірдей көзқараста бола бермейді. Кейде тіпті ренжіседі. Бірақ келіспей қалу, ұрысып қалу, тіпті төбелесу осымен достық аяқталды дегенді білдірмейді. Балалар, достасудың көптеген жолдары бар. Егер бұрын дос болып жүрген досымен ренжісіп қалғандарың болса, тез арада бір-біріңнен кешірім сұраңдар. Кез келген жағдайда қайта татуласып дос болуға болады. Себебі шын достар бір-біріне кешірімді келеді. Балалар, сыныптарыңа жаңадан келген оқушы болса, немесе басқа да орындарда өздеріңе дос тапқыларың келсе, достасудың ең қарапайым жолы адаммен амандасып, өзіңді таныстыру. Яғни, танымайтын адаммен бірінші болып сөз бастау қиын болуы мүмкін, бірақ бірінші болып қадам бастаған дұрыс. Достықтың ең бағалы қасиеттеріне не жатады? Сыйластық, түсіністік, келісім мен көмек жатады балалар. Ал балалар, мына мақалға назар аударайықшы. Ағаш тамырымен, адам досымен мықты. Қандай керемет айтылған мақал. Балалар, біз өзімізге көмекке келетін, жанымызды түсінетін, көңіл күй сыйлайтын, үнемі қасымыздан табылатын адал достарымыз көп болуы керек. Ал адал дос еш уақытта досын сатпайды. Тіпті сені ренжітпеуге де тырысады. Егер сенің сенімді досың болса, досыңмен өз басыңдағы қиындықты немесе қуанышты кездерді бірге бөлісуге болады. Себебі сен оған сенесің. Ал балалар, қазір достар туралы шағын бейнематериалға назар аударайық.
vade bereyimші. Ya dostlar, men va'damni beraman. Men hech kimga ranjigim kelmaydi. Va'damni beraman do'stlarim. Menda. Menda. Ko'shigim mening. Достықты берік ұстауға, сендердің көмегімді ешқашанда аямауға уәдемді беремін, достар. Жарайсың, ағатайым менің. Оқушылар, ендеше достарымызды қуантуға тырысайық. Бүгін Арманның туған күні. Арман туған күніне достарын шақырды. Мінекей балалар, достары да келді. Достарымның туған күніне не сыйлар едіңдер? Және қандай тілек айтар едіңдер? Міне, алдағы уақытта осы сұрақтарға ойланып жүріңдер. Ал балалар, мына сұрақтарға жауап жазу арқылы дәптерлеріңе дос туралы өз ойларыңды жазыңдар. Адамды дос болуға мәжбүрлеген дұрыс па? Ондай адаммен өз ойыңды бөлісіп, сырласуға бола ма? Яғни балалар, нағыз дос, адал дос болу үшін ойымызда достықтың асыл қасиеттері табылуы керек. Ал балалар, сабағымызды қорытындылай келе, достық туралы мағыналы керемет сөздерімізді топтастырып көрейік. Дос дегеніміз кім? Дос дегеніміз қамқор, мейірімді, жанашыр, ақ көңіл, жомарт және шыншыл. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабақта сендер достықтың адал қасиеттері жайлы білдіңдер. Және адам өміріндегі достықтың маңызын түсіндіңдер. Өзің жақсы болсаң, досың да көп болады. Досы көптің олжасы көп деген осыдан шыққан. Бәріміз дос болып, қуанышымызды бірге бөлісейік. Оқушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.